Барлық адам сүйсіне жеп, жас шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан зор. Оның құрамында А, В6, С дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар, қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынының қасиеттері мен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, құяң және қан диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырыны жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың дәнінде құнар бар, өйткені ол нәрлі заттармен байытылған, ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Арнаға тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Қарбыз көпшілік жақсы көретін жазғы жидектердің бірі. Оның артықшылығы мен кемшілігіне тоқталайық. Артықшылығы қарбыз ас қорытуды жақсартады. Яғни піскен қарбызды дәрігерлер бауыр және бүйрек аурулары бар адамдарға жеуге ұсынады. Гипертониясы, жоғары қан қысым бар және жүрек жеткіліксіздігімен қиналатын адамдарға қарбыз пайдалы. Сондай-ақ, қарбыздың құрамында ас қорытуды жақсартуға ықпал ететін микроэлементтер жетерлік. Ал кемшілігі, қарбызда сахароза мөлшері көп, яғни ода глюкоза, сахароза, фруктоза деген сияқты элементтер жоғары болғандықтан ол адамның денсаулығына кері әсер беруі мүмкін. Яғни қан диабетімен ауыратын адамдарға көп жеуге болмайды. Келесі артықшылық, қарбызда бақыт гормоны бар. Яғни қарбыз жеу шынымен де біздің көңіл күйімізге жағымды әсер етеді. Себебі оның етінде бақыт гормоны бар. Яғни серотониннің бөлуіне ықпал ететін зат бар. Ал оның құрамындағы магний және түрлі антиоксиданттар күйзеліспен күресуге көмектеседі. Қарбызда А дәрумені бар. А дәрумені тері, тырнақ және шаш саулығы мен сұлулығын сақтауға қажет. Сондай-ақ қарбызда коллаген, эластин өндірілуі аскорбин қышқылы бар. Қарбыз қабынуға қарсы қасиетке ие, яғни оның құрамында ликопен болғандықтан көбінесе қарбызды артритпен қиналатын адамдарға жеу ұсынылады екен. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.